Біз пинеткамыздың үстіңгі жағын тоқитын боламыз. Ол үшін осы жерден бастап 3 петля санап алып, міне үшіншісіне бастаймыз. Сол жерден жібімізді өткізіп, 3 воздушная петля, накид, екіншісіне столбик с накидын тоқимыз. Накид, мынау үшіншісі бізде. Тілді бастап тоққан жеріміз. Үшінші петлясы. Міне осылай алға шығыңқы болады. Әр қарай айналдырып, столбик с накидын тоқып шығамыз. Бұл бізде бірінші қатар. Осылай еш өзгеріссіз айналдырып, петля қоспаймыз, ешқандай азайтпаймыз. Айналдырып, столбик с накидын тоқып шығамыз. Міне мен бірінші қатардың аяқ жағына келдім. Мына жерде соңғы петлямыз тоқып жіберейік. Әр қарай накид, жаңағы алдағы 3 петлямыз тоқитын боламыз. Олар бізде мынау. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Бірінші петля, с накидом столбик, екінші петляға, столбик с накидом. Және соңғы үшінші петля, столбик с накидом. Әр қарай екінші қатар, 3 воздушный петля. Алдын салыстырып аламыз. Бірдей болып тұрма. Анау тұмсық жағы кейде бізде екі түрлі тоқылса, бірдей болмай қалуы мүмкін. Енді біз осылай қысқару үшін осы бас жағынан бір петля қысқартамыз. Осы жерден бастап аяқтамаймыз. Екінші петляны аламыз. Үшеуін бірге жабамыз. Сонда бізде бір петляға қысқарды. Ары қарай столбик с накидынан тоқып шығамыз әр петляның ішіне. Біз мынау өкшесінен, артқы өкшесінен де қысқартатын боламыз. Біздің өкшеміз дәу болып құлбырап кетпес үшін екі жерде қысқартамыз. Ол үшін осылай примерно ортасынан алып, белгілеп аламыз. Осы ортасынан 4, оң жағынан 2, сол жағынан 2 петлядан алып, ортада 4 петлядан қалу керек бізде. Маркеріміз тақтық, 2, 3, 4, міне 5-шісіне тағамыз. Ортада 4 петля қалды. Осы жерге дейін еш өзгеріссіз столбик с накидым тоқып шығамыз. Маркерімізге бір петля қалғанда тоқтаймыз.
Мінекей бізде маркерге дейін бір петля қалды. Осы бір петляға аяқталмаған столбик с накидом тоқимыз. Мінекей жаппаймыз, маркерімізді аламыз. Міне мынау екіншісі. Осылай 3 петляны бірге тоқып, бізде бір петляға өкшесі қысқарды. Енді мына ортадағы 4 петляны еш өзгеріссіз столбик с накидом тоқып шығамыз. Осылай тоқып шығамыз. Маркерімізді алып, осы жерден аяқталмаған столбик с накидом тоқитын боламыз. Қасындағы петляны аламыз. Міне 3 петляны бірге тоқимыз. Сонда біз өкшеден 2 петля қысқарттық. Ары қарай аяқ жағына дейін ешқандай өзгеріссіз столбик с накидын тоқып шығамыз. Осылай еш өзгеріссіз столбик с накидын тоқимыз. Осы жерден біз қысқартатын боламыз. Біреуін тоқимыз. Келесі 2 петляны қысқартатын боламыз. Аяқталмаған столбик с накидын. Міне соңғы, ең бірінші бастаған 3 воздушный петля. Ол бізде бір столбикке жатады. Екеуін бірге тоқыдық. Сонда бізде тек екінші қатарда басынан аяғынан және өкшесінен қысқартатын боламыз. 3 воздушный петля ары қарай. Бізде бұл 3-ші ряд, ары қарай ешқандай өзгеріссіз, осылай тек екінші рядта ғана бізде қысқарту, қалған рядтарда ешқандай қысқарту болмайды. Тек столбик с накидынан айналдырып тоқып шығамыз. Барлығы бізде 10 қатар болу керек. Екеуін тоқыдық, үшіншісін тоқимыз. Сонда 7 столбик с накидын тоқимыз. Барлығы 10 қатар. Міне мен 6 столбик с накидым тоқыдым. Мына 6-шы столбик, 6-шы қатар. Алтыншы қатарды аяқтағаннан кейін мен басқа жіппен тоқығым келіп отыр. Негізінде бұл осы жіппен аяқталып тоқылатын пинетка. Мен өзім сәл солай өзгеріс енгізгім келді. Алтыншы қатардың соңғы жақтары ешқандай өзгеріссіз. Әр петляның ішіне бір столбик с накидымнан тоқып шығамыз. Соңғы 3 воздушный петлямызға да тоқимыз. 6-шы қатардан кейін мінекей менде 4, 5, 6 қатар. Мыналар бізде бау өткізетін жерлер. Бауға ешқандай бөлек тесік жасамайтын боламыз. Енді мен негізінде осы мына суреттегідей пинетка бұл. Мен тек осындай ары қарай 4 қатарын осылай ақ жіппен тоқып басқаша түр бердім десем болады. Жаңағы фотодағыдай қылып тоқсаңыздар болады, түстерді сәйкестендіріп. Менде ақ жіп, Alize Softy. Өте жұмсақ, мамық, сондай жүн жіп сияқты болып келеді. Қоныш қылып тоқуға әдемі көрінді маған.
Ол үшін біз мына жібімізді қайтып шешіп, осы жерден ақ жіпті өткіземіз. Осылай ақ жібімізді өткіземіз. Кесе саламыз. Әр қарай 3 воздушная петля. Бұл бізде 7-ші қатар. Кедейімізді айналдырып, қалдық жіптерді арасынан қалдырып отырып, жасырып, тоқып кетсеңіздер болады. Накид жасап, әр петляның ішіне столбик с накидынан тоқып шығамыз. Осы кезде айтатын жайт сіздерге, осы бірінші қатарды тоқып отырған кездеріңізде, мен сияқты тоқитын болсаңыздар, мүмкіндігінше санап отырыңыздар петляларды. Себебі келесі екінші рядын тоққан кезде мына ақ жіппен қиын болады сіздерге петляны табу. Бірінші рет жұмыс істеп тұрсаңыз осы жіппен. Бұл бізде 7-ші қатар. Мен 6 қатар қызылмен тоқыдым, 4 қатарды ақпен тоқимын. Осылай шығады. Осылай қайрылған кезде өте мамық жіп. Неге осылай айналдырып тоқып шығамыз. Осылай шығады. Неге аяқтадым 7-ші қатарды. Осылай, соңғы 3 петляны да ұмытып кетпейміз тоқуды. Әр қарай 8-ші қатар, 3 воздушный петля. Көрдіңіздер ме, петлялар мүлде көрінбейді. Сол үшін санап алсаңыздар өздеріңізге тиімді. Бұлай крючокты өткізсеңіздер өзі білінеді негізі петлялар. Бұл бізде 8-ші қатар. Сегізінші қатар столбик с накидін. Осылай айналдырып, тағы да 2 қатар тоқимыз. Мінекей менде 4 қатар тоқып шықтым. Ақ жіппен осылай бекітіп қойдым. Ыстық клеймен клейлеп қойсаңыздар да болады. Әр қарай бау тоқимыз. Бауды мен 130 воздушная петля іліп алдым. Әр қарай барлық көздің ішіне соединительный петля арқылы қосып шығамыз. Осылай арасынан өткізе отырып, соединительный петля арқылы барлық 130 петляны тоқып шығамыз. Сол кезде бізде әдемі бау шығады. Бір қабырғасынан алып, тек іліп отырамыз.
осылай шығады. Осылай тоқып шығамыз. Енді бау өткіземіз. Міне бағана айтқандай сіздерге. Осы ең бірінші воздушный петлясын ішінен өткіземіз. Біз ешқандай бөлек бау өткізетін тесіктер тоқымаймыз. Осылай арасынан бір қатар қалдырамыз. Міне бірінші қатарын өткізсек, екінші қатарын қалдырамыз, үшінші қатарға өткіземіз. Арасы жиі болып кетпес үшін. Осылай төртіншісін тастаймыз, бесіншісіне өткіземіз. Осылай түзеп жібереміз. Мінекей бізде осындай әдемі пинетки шығады. Ұшын байлап қиып жіберсек болады, мықты болып тұру үшін. Түсінбеген жерлеріңіз болса, астына комментарийден жазып сұрасаңыздар болады. Парақшама жазылып, қолдап отырыңыздар мені. Алдағы уақытта жақсы пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.